Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен хиджабқа, орамалға деген ойым қалайша прям 360 градусқа дейін өзгеріп кетті. Сол жайлы сіздермен бөліскім келіп тұр. Осыдан бір жыл бұрын менің ойым сол кезде вообще басқаша болатын. Біздің бір туыс тәте болатын, сол кісіні көрген кезде әлі ол кісі жас қой, неге оранып алған деп хиджаб туралы мүлде басқа түсінікте болатынмын ғой. Сосын арада бір жыл өтті. Бір жыл өткеннен кейін резко Аллах тағала менің ойымды өзі өзгерткісі келді ма, менің ойыма хиджабты сала берді. Ойлай бердім да, сосын сөйтіп бір апта болды. Жан-жақты білім ала бастадым осы хиджаб жайлы. Құраннан и ютубтан жан-жақты ақпараттарды білгім келді. Сөйтіп жолдасым айтты, менің өстіп орамал таққым келіп жүр, сіздің пікіріңіз қандай деп. Жолдасым айтты, сен тақсаң да тақпасаң да өз еркің. Мен сені қинамаймын, сені өз қалауың, егер қалап тұрсаң тақ деп сөйтті. Сөйтіп мен орамал тағып бастап кеттім. Сөйтіп хиджабқа деген ойым мүлдем өзгерді. Мен даже сол кезде бір жыл алдын мен өзімнің орамал тағатынымды мүлде білмеген ғой. Аллах тағала менің орамалға деген ойымды прям 360 градусқа дейін өзгертті ғой. Орамалға деген менің ойым түзеле бастады. Иншалла орамал тағу барша қыздарға бұйырсын деп тілеймін. Ол бізге берілген парыз етілген киім. Өзімнің ата-енем де, өзімнің ата-анам да орамалға мүлде қарсы болған жоқ. Сөйтіп орамал тағып бастап кеттім. Сонымен бір күні, білесіздер, әркімнің ойы әрқалай ғой. Сонымен бір күні базарға шыққан болатынмын. Базардың ішімен жүріп келе жатсам, бір кісінің сөзін құлағым шалып қалды да, неге қымтанып алған деп. Көпшіліктің ойынша вахабистің әйелі или қымтанып оранып алған деп. Енді әркімнің ойы әрқалай ғой. Аллах тағала маған орамал тағуды осылайша бұйыртты, ойымды өзгертті. Мен негізінде орамалға деген ойым мүлде басқаша болатын. Сол сөйтіп орамал тағып бастағаннан кейін жолдасымның маған деген көзқарасы прям одан сайын жақсара түсті. Ал сіздің орамалға деген, хиджабқа деген өз ойыңыз қандай? Пікіріңізді комментарийге жаза кетіңіз. Назарыңызға рахмет.